Бізде дәрігерлер, мейірбикелер лас аймаққа шығар алдында өз-өздерін қауіптендіру саласында бізде осындай киімдер бар. Мына бізде многоразовый жаңағы чумға, обаға қарсы костюмдар. Бұл бізде осы қорғап жүрген дүниелердің бірі. Осындай көп қолданатыны бар. Және де бір рет қолданатындары бар. Сосын әрқашанда біз адамдар сыртқа шыққанда, сырттан келген кезде әрқашанда жаңағы дене қызуын тексеріп тұрамыз. Дене қызуы дұрыс болса, әрі қарай жұмыс істеуге рұқсат, нақау болмаса жаңағы оқшаулаймыз. Одан соң жаңа бірден киіндіріп қойдық. Жалаңаш денеге жаңағы костюмдардың ішінде осындай костюм шығады. Бұны пижама деп атаймыз. 2 қабаттан тұрады біздің киетін киіміз. Мына бірінші қабаты, асты, үсті шалбарменен және нәскиін киеміз. Шалбардың балағын нәскидің ішіне ораймыз. Одан кейін үстіңгі күртешені шалбардың ішіне саламыз. Одан соң біздің киетіміз 2-3 қабатты маска қолдануымыз керек. Неге екен, қазір артынан түсіндіріп берем. Тұмсыққа толық тиянақты отыру керек. Одан соң біздің киетін киіміміз қолғап. Бұл да бірінші қабаттың киімі болып кетеді. Себебі біз 2 қолғап киеміз. Бір сыртқы қолғап жыртылған кезде екінші қолғап бізде сақтап қалады. Себебі жаңағы инфекциямен жанаспауымыз керек. Енді мына біздің дәрігер енді сәл ірілеу болған соң кейбір кезде киім жетпей қалып жатады. Сол кезде жиырылып қалмасын деп скотчпенен тартып қоямыз. Бағана айтып кеткендей, бір адам киінген кезде екінші адамның көмектескені дұрыс болады дейтініміз сол. Себебі тиянақты ұмытып кетпес үшін. Кимешек одноразовый киесің бе? Жоқ. Бірінші орамал тағамыз. Бұның бәрі бірінші қабаттың киімі. Носки аяғы жабық, шалбар, одан кейін үстіңгі күртеше, одан кейін қолғап, бетінің маскасы. Орамалды таққан кезде мойында жабық болу керек. Сосын бір қолмен шеше салатындай, енді көбінесе біз оңқай адамыз ғой. Сол жақ бүйіріне түйінін шығарып қоямыз. Шешкен кезде тұрып лас қолыңмен өз-өзіңе жұқтырмас үшін. Енді осыдан кейін біз мына қалыпты жай масканы кидік қой. Одан кейін енді біз респиратор деген болады. Респиратор мына қызыл өзінің түсі көрсетіп тұрғандай аса қауіпті инфекцияларда киілетін мемлекет жаңағы халықаралық стандартқа сай. Осы масканы жаңағы осы 2 масканы сыртынан киеміз. Мына масканың кию жұмыс уақыты негізі 3-4 сағатқа дейін жетеді. Бірақ біз әрқашанда қымталанып киініп алған соң ауыздан шыққан дем суланып масканы ылғалдап жіберуі мүмкін. Ылғалдап жүрген кезде масканың инфекция өткізгіш күші төмендейді. Сол себептен біз ішінен маска киген кезімізде трехслойный. Ол бірінші қосымша қорғау болады. Одан кейін анау іштегі маска суланған кезде сырттағы респиратор әрдайым бізде құрғақ болып өзінің қызметін жоғалтпайды. Енді осыдан кейін біз кейбір жерде сыртынан киеді, кейбір жерде ішінен киеді. Біз көбінесе мына іш жағынан жаңағы маска киеміз. Масканы іш жағынан киетін себебін қазір артынан түсіндіріп кетемін сіздерге. Сонда біздің бет аймағымыздың барлығы тыңғылықты жабық болады. Одан кейін киілетін жағдай. Бізде өзі 2-ші қабаттың киімдері кете бастады. 2-ші қабаттың киімдері мына очкидің сыртынан киіліп кетеді. Неге десеңіз, мына Ухандағы әріптестеріміздің киінгені олар сыртынан киіп жүретін. Ол себебі неде деп ойласақ,
алдында очки сыртынан кисек, бірінші очки шешкен кезде сыртқы кимешек қалып қояды. Содан кимешек шешіп отқан кезде көз қорғанбай қалады. Сол себептен сыртқы киімді шешіп тастаған кезде очки шеше салу оңай, обработка жасап. Сол себептен. Енді екінші қабат киім киеміз. Жаңа бірінші қабатты кидік, қазір екінші қабатты кие бастадық. Бахил кимепсіз? Желкеден ана кіріп кетпесін деп біз өйстіп тағы қымтаймыз. Егерде қасыңда көмекшің жоқ болса, біз енді кейбір кезде бір адам өзі теріс айналдырып киіп кете береді. Бұл жерде де сол жаққа бір түйінмен тартып қоямыз, себебі шешкен кезде ыңғайлы болатындай. Қарасаңыз, мына арт жағы барлығы қымталып жабық тұр. Енді мына қолын қымтауымыз керек. Қолды қымтаған кезде ары қарай сырғып кетпес үшін бір өзінің жіпшесі болады. Қатты қысып тастаудың қажеті жоқ, себебі қан бармай қалуы мүмкін. Ар жағында қойсаңыз. Так. Енді біз екінші қабат киім киіп жатқан соң, екінші қабат қолғапты да киеміз. Енді біз денемізді жаптық, енді аяғымызды жабуымыз керек. Аяғымызға да екінші қабат болады. Жаңа бұны бахилы дейміз. Бахилы киген кезде ұзыннан тағамыз. Сыртынан резеңке етік. Резеңке етік киетін себебіміз обработка жасаған кезде тазалау, зарарсыздандыру оңай. Неге десеңіз, бұл коронавирус инфекциясы кезінде ұшқан жаңа тамшылар 1-2 метр ғана ұшады да, одан кейін жерге шөгіп қалады. Ал біз аяқ киіммен сол жерді басып жүрген соң, аяқ киімді міндетті түрде жақсылап зарарсыздандыру керек. Енді мына халат төмен түсіріп қоямыз. Енді мына ішіміздегі бойшаң кісі кейбірде сыртынан екі шалбардай киіп жүреміз. Мына адамдармен нақты жұмыс істейтін болған соң, енді 1-2 метр қашықта тұрмаймыз ғой. Кейбірде жақын келіп қаламыз. Сол себептен біз үшінші қабатқа зарарсыздандыруға оңай деп, осындай фартуктары бар. Сол фартук кигіземіз. Себебі бұл фартукты обработка, зарарсыздандыру оңайырақ. Адамның сілекейі шашырауы мүмкін, ана қарапай киіммен өтіп кетуі мүмкін. Сол себептен осындай зарарсыздандырамыз. Бағанағы мына аяғының ашық жерін көрсеңіз, енді қазір жабыла бастайды. Мынау енді кейбір жерде отырып қалады, жаңағы жұмыс жасайды, сол кезде шынтақ жабар кигіземіз. Сонда біздің адам дайын болды. Енді арғы бетке шыққан кезде біз ешқашанда не алмаймыз. Телефон, дағда басқа құжаттар алмаймыз. Және де, мына енді қазір денеміз бәрі жауып қойғанмен де, әлі бізде саңылаулар бар. Осы саңылаудан қымтау үшін біз мынандай мақта алып, саңылауларды жаба бастаймыз. Сосын мына жерден жаңағы пластырменен жауып тастаймыз. Бізде сонда бір респиратор, ішінен 2 қабат маска, бетперде. Сол бетперденің арқасында адам жаңағы
инфекциямен жұтпайды. Бізде енді инфекцияның кіретін жолы үшеу ғой. Мұрын, ауыз, көз. Біз сол себептен сол жерлерді әбден қымтауға тырысамыз. Енді мына инфекциялық қазіргі жағдайға байланысты 3 сағаттан артық жүрмейсін дейді. 3 сағат жұмыс істеуге болады. Енді ауа ашыту сәл қиынырақ болады, бірақ оған да үйренесің. Кейбір кезде ұзақта жүріп қалатын кездер болады. Сосын мына маска асты жағына шешіліп кетпесін деп, астынан тағы да шаптап қоямыз, чтобы дәрігер алаңдамау үшін. Енді оның ішінде кейбір кезде мынандай маскада болып жатады. Кейбір кезде респиратордың сыртынан тағы да осындай маскаменен, бетпердеменен қымтап қоямыз. Ана өткізу несі төмендемес үшін. Так, енді пакетін қайда? Қалташасы бар. Бұл енді қазір мына біз медицина саласында бұрынғыдай қағазбен жазу жоқ. Бізде барлығы цифрлық түрде. Сол жақтарда лас жерде де компьютерлар бар, интернетке қосылған. Сол жердегі жұмысын сол жерден жазып, интернеттен аударып жібере салады почта арқылы. Почтамен біз ана жақтан ручка, қағаз, ондайды лас аймақтан таза аймаққа тасымаймыз. Мысалға мына бізде бүгін шығатын 2 адам, соның несін қолға ұстап бүлдіріп алмас үшін біз мында жаңағы ПЧК-ның өзінің шыққан қалтасы бар. Сол қалтасын саламыз да мойнына асып алып, ары қарай бөлімшеге барып қайтады. Науқастарын қуантып бүгін шығатын. Қалған науқастардың жағдайын тексеріп, бақылап дегендей. Міне осылай. Кейін. Әрқашан жаңағы қол жуып жүреді.